Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге 5 минутта дайын болатын өте дәмді, ерекше салатын жасау жолымен бөлісемін. Қиярды тураймыз. 4 бұрышты етіп турадым. Негізі кез келген формада турасаңыздар болады. Мен бір қияр қостым. Бір жерден бір тарелкаға салуға арналған салат. Егер сіздерге көп мөлшерде салат қажет болса, онда 2-3 қияр қосқандарыңыз дұрыс. Ыдысқа саламыз. Содан кейін сәбізден жасалған корей салатын ұсақтап тураймыз. Ыдысқа саламыз. Және піскен жұмыртқа қажет болады. Мен 2 жұмыртқа қостым. 4 бұрышты етіп тураймын. Бұл салатта тек жұмыртқаны ғана пісіресіздер, басқасының барлығы дайын. Ештеңе пісірудің қажеті жоқ. 5 минутта ғана дайын болады және өте дәмді. Дайын жұмыртқаны ыдысқа саламыз. Ең соңғы ингредиент ол бізде жүгері. Жүгеріні қосқаннан кейін майонезді осы салатқа салып, жақсылап араластырамыз. Бұл салат 5 минутта дайын болады. Барлық қонақтарға да, отбасыңызға да ұнайды, міндетті түрде жасап көріңіз. Егер дайындасаңыз, төменде комментарий бөлімінде бөлісіп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.